Мен жаңа ғана Арман ұстаздың подкастын көріп шықтым. Әртүрлі сұрақтарға жауап берген екен. Соның ішінде сіздерге шамалы инсайт айтып кеткім келіп тұр. Яғни біз әрекет етуіміз керек, тәуекел жасауымыз керек және тұрақтылық істеуіміз керек. Тұрақты әрекет жасауымыз керек. Яғни біз күнделікті кішкентай амалдан, кішкентай аз-аздан амал жасай беруіміз керек. Яғни біз әр жасап жатқан ісімізді, әрбір жасап жатқан соған амал әрекет ете беруіміз керек. Яғни біз үлкен арманға жету үшін, үлкен мақсатқа жету үшін кішкентай қадамдардан бастауымыз керек. Біз бірден үлкеніне жүгірмеуіміз керек. Яғни біз бірден үлкеніне жүгірген сайын ол саған жеткізбейді сені. Яғни кейбір адамдар үлкен мақсаттарына жетіп жатады, иә, бірақ оны мақсатқа жеткеннен кейін ода уже сезімдері өшіп қала бастайды. Себебі ол тез арада жетті. Яғни әрбір ісін, әрбір нақты қадамдарын жасады, бірақ оны жеткеннен кейін өзі әрі қарай не істерін білмей тоқтап қалады. Яғни біздің жасап жатқан әрбір ісіміз кішкентай аз-аздан үздіксіз болуы керек. Біз әрбір амалымызды Алла разылығы үшін жасауымыз керек. Яғни біз өзімізге пайдалы, адамдарға да пайдалы бола білуіміз керек. Армандау керек, арманды, бірақ іске асыру үшін Алламен бірге жүруіміз керек. Яғни біз бірінші арман қоямыз, әрекет етеміз және тәуекел жасаймыз. Бірден тәуекел етіп кете береміз. Сол кезде біздің армандарымызға жететін мүмкіндіктеріміз өте көп. Армандар картасы да іске асады, бірақ армандар картасын жасаған кезде біз сол суретке қарап отырмай, оған әрекет етуіміз керек. Яғни әрбір істің бастамасы әрекет қой, сол әрекет жасауымыз керек әрбір істе. Мынау машинада бір машинада не айта қояйын десем, сол сіздерге не айтып жатыр едім. Яғни әрбір істе Аллаға қарай жүруіміз керек қой. Әрбір істе Аллаға жүруіміз керек, Аллаға тәуекел етуіміз керек. Бір істеген бастаған ісімізді соңына дейін жеткізуіміз керек. Оны орта жолда тастап кетпей. Әрбір адам өзгереді дейді. Әрбір адам түбінде өзгереді дейді. Ол өзгермейтін адам жоқ. Кейбір адамдар жаймен де өзгеруі мүмкін, ал бір адамдар тез өзгеріп шыға келуі мүмкін. Қазір мына ажырасып жатқан себептері де әйелі психологтарға барып өзгеріп кетеді ғой. Сонда күйеуі өзгермеген кезде екеуінің несі сәйкес келмейді да ажырасу көп болады екен. Түсініспеушілік болады арада. Сол себепті ажырасулар көп болады екен. Ал әйел мен ері бірге дамыған кезде вот сонда нағыз не болады екен. Бірге дамып отыру керек қой. Короче, мен жаңағы подкасттан түйгенім, ойым осындай. Армандарға жүруіміз керек, тәуекел етуіміз керек, тұрақтылық керек. Әрбір істе тұрақтылық керек. Сәттілік, армандарыңызға жете беріңіздер.